екі жақты ойландым, шештім, қалай болу керек екенін. Онысыны үйден де әңгімелер естігеннен кейін екі жаққа да әрине шешімім жоқ. Екеуіңізбен де таныспаймын дейді. Бір Камила ханым, біз аяқта жоқ деген кезде таңғалу керекпіз. Дико бәріміз біліп отырық, жоқ дейтін негіз. Негізі айдан анық көрініп тұр ғой. Өздеріңде мысалға сіздердің ер азаматтарыңыз қалай сіздерге қалай внимание бөлу керек, сіздерді қалай қорғау. Ботай бете бермеш, оны давно мен ойлап тастағамын да. Просто андай дүние да, ол сен айтпай-ақ та ол дүние көрініп тұр, айдан анық көрініп тұр. Диана, сен андайшы, бізге әдейі сөз бермей жатсың, негізі сөйлейікші, пожалуйста, бізде. Әдейі емес, маған сөз берілді, мен айтылып жатырмын. Мен айта сайыншы, жалпы негізі жаңа Залқардың мында айтып жатыр ғой, реклама кезінде келіп, сен әрбір өзің айтқан сөзіңе өзің шоке бола бересің каждый раз дейді да. Сол сияқты өзің шынымен де айтқан каждый сөзіңе өзің шоке болып, мына жерде тұр жасамаш демешін. Сол Диана, тыңдашы. Мен тағы сөзімді аяқтаған жоқпын. Сосын мында айтып жатыр ғой, Залқар, сіз неге үйтесіз, неге бүйтесіз деген сияқты. Залқар неден үмітті болды. Жаңағыдай кездесу, сосын барып 70% 30% жоқ. Не сен бағана айттың, мен сізге бір күннен кейін айтатын болсам, сіз сонда мен жауабымды қалай білесіз деген сияқты. А сен бұл жерде уже жауабыңды беріп 70%. Жоқ, Диана просто шоқ. Артың ашылып атыр. Просто уақыт аз болды да қазір жете алмай жатқан сияқты. Жарайды, бұндай пікірталасқа әлі де уақыттарыңыз болады. Өйткені Диана да, Бота да, Бекзат та бұл студия ішінде болады, дүйсенбі күні, бірақ Залқар болмауы әбден мүмкін. Өйткені жобамен қош айтысқым келіп отыр. Камила ханым, мен айтып кетейінші, оқырмандар айтуы мүмкін да. Жоқ деген жауап естігеннен кеткенің дұрыс болмайды. Сен өткен бұл жерге үйленуге жасап, мен сүйем кем деген жоқсың. Сен осы жерде отырып өз бақытын тап, саған да мүмкіндіктер әлі көп. Мен де соны қолдаймын. Камила ханым, ол жерде айта кетейінші, неге дипломмен до конца бармадың, жауабын күтпедің деп оқырмандар сұрауы мүмкін да. Мен неге ондай соңғы сөздерді неге айттың, қызды басып тастадың деген сияқты сөздер айтуы мүмкін да. Неге мен алдын ала жауапты жоқ ондай деп шығардым. Соның себептерін айтып кеттім да қазір. Оқырмандар соны нәрсені түсіну керек. И ол жерде мен қалыңдар деп жатсыңдар ғой. Мен қала алмаймын. Кетем. Жоқ, шынымен де Залқар мынандай нәрсе ғой. Сіз мені ойбай өліп сүйіп күйіп, мен Дико үшін өлем деп жатқан жоқсыз ғой. Сол себепті де мен шынымен де аяқтаған кезде айтқым келген шынымен. Сізде өзіңізге керек адам табуға лайықтысыз ғой. Сол себепті қалып осы жақта өзіңіздің жаңағы жартыңызды табуға, шынымен де бізді қалаймыз қалғаныңызды. Мен шынымды айтсам, Залқар, мен де сенің жобадан кеткеніңді қаламас едім, редакция алқасы да қаламайды. Шынымен де сен өте жақсы жігітсің, ақ-көңілсің, таланттысың. Және неге осы жерде отырып екінші жарыңды іздемеске деген ой келеді әрине әрбіреуіміздің ойымызға. Бірақ енді Залқар ер азамат қой. Бір сөйлейді. Кешеде мысалы көріп қалған кезде, өзінен сұрап жатқан кезде, мен ер азаматпын және менің сөзім сөз, мен айттым. Мен кетем жобадан, егер Диананың қолым жетпесе, деді. Ол жағынан да мысалға қалай қинаймыз, ол жағынан да ұстай алмаймыз. Не дейсің, Нұрлан? Менде бұл кешеден бері негізі қалдырып көндіріп отырмын негізі. Қал, сен қазір осы жерде сағың сынып қалған сияқты болмай қой. Сен өз бақытын табуға әлі уақытың көп. Дико болмаса да басқа бір жақсы қыздар келеді. Мен Нұрланға қосылып кетейін. Кеше Залқар бар, Нұрлан бар, бәріміз жүргенбіз. Сол кезде бізде айттық, өзіміз қал жобада. Дико десе де, жоқ десе де. Өйткені сен өз бақытыңды табуға келдің деп. Біз важно болса, осы жерде қалуға үгіттегенбіз. Жоқ, бір сөзі бар, әлеуметтік желіге салынған, мен жігіт бір сөйлейді, сөзіне секірмейді деген. Сол нәрсені де оқып қалған болатынмын. Сол ұстанымды ұстап кетем деп отыр ғой Залқар енді. Былай жасайықшы, Бекзат сен қаласың ғой жобада? Мен қалам. Бекзат жобада қалады, үміткер күтеді. Залқар болса кетем деп отыр. Залқар, мен түсінем, сенің намысың жібермей жатыр қалам деп айтуға мысалға, бірақ бұл жерде Бекзаттың намыссыз дегенім емес. Бекзат ондай сөз айтқан жоқ, яғни мен қолым жетпесе кетем деген жоқ. Сол себепті екі сөйлеп отырған жоқ жігіт. Бірақ Залқар ол дүниені айтып қойды. Сол себепті намысы жібермей жатыр. Және мен сенің жауабыңды әзірге қабылдамаймын. Мен сені қимаймын. Осы жерде отырғаныңды қалаймын. Сол себепті былай жасайықшы.
Сен ауылыңа барып қайт, ата анаңа барып қайт. Олар тума туыстарың, достарың бұл дүниені сырттан көрген болар, иә? Тек қана біздің пікіріміз емес, сол жақтың да пікірін ойлап кел, тыңдап кел, біраз тынығып ал. Содан кейін хабарласып айтсаң да ренжімеймін, студияға келіп те жауабыңды айтсаң да ренжімеймін. Бірақ тағы да бір рет ойлан. Мен есікті жабық емес, ашық күйінде қалдырайын, жарай ма? Сені ресми түрде жобадан кетті деп жарияламаймын. Егер мен сондай шешімге келдім, Камила ханым, ренжімеңіз деп хабарлассаң, онда келесі апта көрерменге жариялайтын боламын. Бірақ қазір әзірше есік ашық. Біздің қалауымызды естідің деген үміттемін. Осымен құрметті көрермен, эфиріміз тамам. Бұл ситуация бәрібір де талқыланады меніңше, бірақ дүйсенбі күні НТК арнасында 12:00-де. Сау болыңыздар.